Бала денсаулығы басты назарда. Осы мақсатта бүлдіршіннің құнарлы тамақтанып, таза ауада тұрақты серуен құруы иммундық қорғанышты күшейтетіні анық. Бұл өз кезегінде күзде белең алар респираторлық сырқаттардан сақтанудың бір жолы. Бұл турасында педиатр дәрігер кеңес етті. Массаж және гимнастика бала организмінің дұрыс өсіп жетілуін қамтамасыз ететін маңызды факторлар болып табылады. Массаж бен гимнастиканы 1,5 ай мен 2 айдан кейін бастауға рұқсат. Жаттығу комплексі мен массаж жасау техникасы жөнінде емханадағы учаскелік дәрігер мен мейірбикелерден кеңес алып тұру керек. Шынығу жаттығуын жасайтын бөлмелерде мұқият желдетіп, ондағы ауа температурасы 20 градустан төмен болмауын қадағалаған абзал. Жаз айларында барлық процедураны аулада, ал көлеңке жерде 20-22 градус температурада жасау жөн дейді мамандар. Баланың туылған сәтінен бастап қолжетімді процедура болып, ол ауамен жасалатын процедуралар болып табылады. Ол бірінші серуендеу және де бөлмені желдету, сонымен қатар 1 жасынан бастап енді ол бастапқы процедуралар жасалған соң баланың таза ауада ұйықтауына да мүмкіндік беруге болады. Дене шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап нығайтады. Дене мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл қозғалыс қабілетінің белсенділігін арттыра түспек. Дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе болғандықтан, бұған ерте кезден мән берген дұрыс. Баланың денсаулығын нығайту, шынықтыру түрлі аурулардың алдын алмақ. Дене шынықтыру шаралары организмнің өсуіне және де органдарының жұмыс істеуіне, иммунитеттің жоғарылауына, баланың жалпы дамуына жақсы әсер етеді. Жалпы бала бойындағы иммундық жүйе жұмысын нығайту үшін судың, күн сәулесінің пайдасы зор. Айта кету керек, денені шынықтыру жас ерекшелікке қарамақ емес. Ол жаңа туған нәрестеден бастап 18 жасқа дейінгі балаларға дейін жасалады. Ақсәуле Селхан, Шалқар Алтынбек, Николай Шевелев, 5-ші арна.